Ассалаумағалейкум қыздар, егер де сіздерде осындай екі жақты панама тігуді үйренгілеріңіз келіп жүрсе, осы видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Бұл панаманың ерекшелігі екі жағында киюге болады, әрі жып-жылы, қазіргі алдағы суық күндерге тамаша әрі сәнді бас киімдердің бірі болып табылады. Ал бұның сызбасын қалай сызу керектігі туралы видеоны мен астындағы комментарияға жазып кететін боламын. Қолданған маталарым менің вельвет матасы және де дублерин екі жақты осындай жылы астар жүн матасы. Ең алдымен мен матамызға осылай қойып көрдім әуелі. Бұл өзі 3 бөліктен тұрады. Негізгі түбі, жаны және де асты жағы. Негізгі бөлігі болып табылатын, яғни ортасындағы басымызға киіп тұратын бөлігі. Бұны мен екінші бөлік деп айтамын алдағы уақытта. Осыдан бізге екі деталь керек болады. Міндетті түрде шет-шетіне 1 сантиметрден қалдырып қиып алатын боламыз. Және де екінші оның астында тұратын бөлікті де дәл осылай қиып аламыз. Одан да бізге екі бөлік керек болады. Ең алдымен инемен жақсылап қыстырып алған дұрыс болады. Егер де ине болмаса, арнайы өзінің басырып тұратын ауыр темірлер бар, тігіншілерге арналған. Сол арқылы қойып, біздің мына сызбамыз өз орнынан қозғалып кетпеу үшін соны пайдалана отырып қиып аламыз. Бұдан да бізге екі бөлшек керек. Ал енді негізгі бөліктерінің бірі ол төбесі. Оны да біз матамызға қойып, дәл осылай шетінен 1 сантиметр қалдыра отырып қиып аламыз. Ал енді қыздар, алдағы уақытта біз уақытты жоғалтпау үшін монтаждап тастадым. Мына жерде біздің астары, яғни жылы матамызды да дәл осылай алдыңғы бөліктерде екі деталь керек болса екеу, ал түбінен ғана бір детальдан қиып аламыз. Ал біздің негізгі детальдарымызға дублеринді вельвет матамызға жабыстырып алуды ұмытпаңыздар, себебі ол біздің матамыздың формасын ұстап тұруға көмектеседі. Және енді жаңағы қиығымыздың екі шетін тігіп аламыз. Және де астыңғы етек жағы болып тұратын жердің де екі шетін тігіп аламыз. Және де тігіс түсірген жерлерді тігісін екі жаға қарай жатқыза отырып, үтікпенен үтіктейміз. Енді түбін дәл осылай төртке бүктеп, төрт шетінен белгі кішкене қиып, қайшымен ойып алмаңыздар тағы да. Кішкене ғана осындай белгілер жасаймыз дағыны. Жаңағыдай түп жағы бар ғой, төбе жағы, сонымен ине арқылы жақсылап тұрып қыстырып аламыз. Себебі бұл шеңберді осындай матаға қондыру кішкене енді бастап жатқан кісілер үшін қиындық туғызуы мүмкін. Сондықтан мүмкін болса көктеп алсаңыздар тіпті тамаша болады. Көктеп алып, барлық шетіне бірдей жаңағыдай матаны жіберіп, одан кейін барып машинамен 1 сантиметр қалдыра отырып тігіп аламыз. Және де инелердің барлығын алып тастаймыз. Ұмытып кетпеңіздер. Мінекей біздің панамамыздың төбе жағы дайын. Енді бұл бөліктерді біз бір шетке қоя тұрамыз да, екінші бөлігімізбен қазір, яғни қалың астар болатын жүн матамызбен жұмыс жасайтын боламыз. Оның да осындай екі шетін жақсылап тұрып тігіп аламыз. Тігіп алған жерде міндетті түрде жаңағыдай жүндері ішіне қарай кіріп қалады. Соны иненің көмегіменен кішкене тартып шығарып қоямыз. Ол жерде тігіс бар екенін білдірмеу үшін. Және де оның төбе жағыменен шеңберімізді дәл алдыңғы вельвет матасын тіккеніміз сияқты сыртын, бұны да дәл сол процесті қайталайтын боламыз. Айта кетейін, мен бұны машинка тігісімен емес, оверлок арқылы тігіп шықтым. Себебі оверлоктап және де машинкамен тіккеннен гөрі бірден оверлоктаған маған оңай болатын болды. Сондықтан сол әдіске көштім. Енді өлшеп көремін, екеуі бір-біріне сай келеді ме екен, сай келмейді ме екен. Мінекей екеуі де бір-біріне сай келіп тұр. Енді олардың ең астыңғы етек жағымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін не істейміз? Бұның да шетінде тігісін тігіп аламыз. Және оны тігіп алғаннан кейін бұның да жаңағыдай тігіс болған жердің
жіптерін кішкене ине арқылы тартып қалпына келтіреміз. Енді ішкі және сыртқы екі бөлшекті бір-біріне оң жағын бір-біріне беттестіре отырып, іш жағына қайырамыз да үстіне қосылатын жағы емес, асты жағын тігіп аламыз. Оны да алдыменен инемен жақсылап белгілеп алсаңыздар болады. Ал егерде жылжып кетеді, кішкене қисық болып қалады деп күдіктенсеңіздер, көктеп алсаңыздар тіпті жақсы болады. Енді машинка тігісіменен 1 см қалдыра отырып тігіп шығамыз. Тігіп жатқан кезде, әсіресе мынандай жүн маталармен тігін тігіп жатқан кезде қыздар абай болыңыздар, егерде инелер болса қалып кетуі мүмкін. Менде дәл солай жағдай болды. Басыма сәл қалды кіріп кетуіне примерка жасап жатқан кезімде. Және бастарыңызға примерка жасап тұрыңыздар, өздеріңізге тігіп жатқан болсаңыздар. Енді сыртқы, яғни вельвет матамызбенен етегінің вельвет матасының қосылатын жерін жақсылап белгілеп алып, сол жерді қосып тігіп аламыз. Яғни енді біз бөлшектердің барлығын бір-біріне қосып біріктіріп жатырмыз. Дәл осылай ішкі детальді қосып тігіп аламыз. Мінекей. Тігістеріне міндетті түрде мән беріңіздер. Оң жағы мен оң жағы беттесуі керек. Ішке қарай қайырып, оң жақтарын ішіне кіргіземіз дағыны. Іш жағынан осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап инемен біріктіріп аламыз. Бірақ та ескеретін бір жағдай бар, міндетті түрде оны ұмытып кетпеңіздер. Барлық жерін тікпейміз, кішкене ғана саңылау қалдырамыз. Себебі біз қазір барлық жерін тігіп қоятын болсақ, кейін оң жақ қарай аудара алмай қаламыз. Сондықтан бізге оң жағына аудару үшін міндетті түрде кішкене саңылау керек. Ол жерді 5 см, неме болмаса 10 см қалдырсаңыздар да болады. Мінекей, сол саңылауымыздан енді ішіне қарай кіргізіп, панамамызды ретке келтіреміз. Бұл жерді қаласаңыздар машинкамен тігуге де болады, бірақ бұл біздегі екі жақтан киілетін қалпақ болғандықтан ең дұрысы оны қолмен көктеп тіккен жақсы. Енді бұл біздің панамамыздың екі жағы жаңағыда киіліп шешкен кезде былқылдап тұрмау үшін, салбырап қалмау үшін не істейміз? Осы негізгі тігістен екі жақтың да тігісінің ортасынан білінбейтіндей етіп тігіп шығамыз, іліп шығамыз, яғни жіптің көмегімен. Мінекей, енді біздің панамамыз қақиып әп-әдемі болып басымызда тұрады. Әр басымызды қыстың суығынан қорғайтын болады. Қыздар, видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Егерде видео ұнаған болса, оны лайк басыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер бірінші рет болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, қолдап кетсеңіздер өте қатты қуанышты болар едім. Пайдаларыңызға жарасын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Шебер Перизат.